Тәлімгерлік ұзақ уақытқа созылатын тәлімгер мен тәлім алушы ұстаз арасындағы сенімді жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас құру үдерісі. Мен Баймағамбетова Нұрлыгүл Мырзагалиевна, Шығанақ орта мектебінің жас маманы Мұсаева Балауса Тимур қызының тәлімгерімін. Тәлімгер тәлім алушыға күрделі тапсырмалар беріп, қолдау көрсетуге, соның ішінде қажетті түйінді қасиеттерді, сенімділік, ортақтастық, шынайылық, адалдық танытуға дайын болады. Мен Балауса Тимур қызымен бірге кәсіби әңгіме, рефлексивті есеп, дәстүрлі өзгертілген сабақ, орта мерзімді жоспар, қысқа мерзімді жоспар жасау, бағдарламаның идеяларымен таныстыру, жұмыс жоспарын құру, әртүрлі жұмыс түрлерін, әдіс тәсілдерді үйреттім. Не өзгерді? Менің тәлім алушым Мұсаева Балауса Тимур қызы өздігінен дәстүрлі сабақ, өзгертілген сабақ, жетілдірілген сабақтарды жоғары деңгейде көрсете білді. Тәлім алушым жаңаша әдіс тәсілдерді өзінің іс тәжірибесінде пайдаланды. Ол ескі бір сарынды дәстүрлі сабақтардың тиімсіздігін түсініп, жаңа әдіс тәсілдердің білім сапасын көтерудегі маңызын түсінді. Тәлімгер ретінде өзгеруім. Тәлім алушыны үйрете отырып өзім үйрендім. Тәлімгерлік жұмысының жүйелілігін түсіндім. Тәлімгерліктің сәтті тұстары. Тәлім алушымен кері байланыстың болуы, өзге мұғалімдердің қызығушылық білдіріп сабағына қатысуы, рефлексия жасау. Болашаққа менің 3 қадамым. Бірінші қадамым тәлімгерлік жұмысты жалғастырамын. Тәлімгерлік ету тақырыбын және мақсатын нақтылаймын. Екінші қадамым мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамытуға ықпал етемін. Жүргізілген жұмыстарға талдау жасап отырамын. Үшінші қадамым мұғалімдерге жаңа инновацияны қабылдауда қолдау көрсетіп, табысқа ұмтылуын қамтамасыз етемін. Нәтижеге жету жолдарын анықтаймын. Осымен қатар, мен тек қана өзімнің тәлім алушы Мұсаева Балауса Тимур қызымен емес, мектептің басқа да жас мамандарыменен өткізген семинарларымдың, оқу сабақтарымның, әртүрлі әдіс тәсілдердің, дидактикалық материалдардың бейне жазбаларын ұсынамын.